Сәлеметсіздер оқушылар, математика 2-ші сынып 109-шы сабақ таңғы таспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тиімді есептеу тәсілдері деп аталады. Олай болса, каналға келуді ұмытпа, сабағымызға қарай. Бірінші тапсырма. Сандарды қосу тәсілдеріне қара, осы тәсілдердің қайсысы тиімдірек? Бірінші және екінші тәсіл берілген бізге. 56 қосылған 28 қосылған 14 деген өрнекті 56 28 қосылып 14-ке қосамыз. Немесе дәл осы өрнекті 56 14-ке қосылып бірінші 28-ге қосамыз дейді. Қайсысы тиімдірек? Екінші тәсіл тиімдірек деп ойлаймын, себебі нөлге аяқталған сандарды қосу оңайырақ. Сондықтан көбінесе нөлге аяқталатынды етіп жасауға қажет болады. Екінші тапсырма санды есептеу тәсілдерін қара, осы тәсілдердің қайсысы тиімдірек дейді. Бұл жерде де 7 қосылған 7 қосылған 7 деген өрнек берілген. Мен екінші тәсілді тиімдірек деп ойлаймын, себебі бірдей сандарды бірнеше рет қосу үшін оны көбейтумен алмастырған жөн. Яғни мына жерде бүйтіп қосып отырғаннан мен бірінші 7-ні 3-ке көбейтіп алып, одан 8-ді өтіп сонда 13 шығады деген сөз. Үшінші тапсырма. Қосудың ауыстырымдық қасиетін пайдаланып есепте. 32 қосылған 19 қосылған 18 қосылған 11. Яғни біз 32-ге 18 қосып аламыз, 19-ге 11-ді қосып аламыз, 32-ге 18-ді қоссақ 50, 19-ге 30, сонда 80. Екіншісінде 15 қосылған 27 қосылған 33 қосылған 25, 15-ге 25-ді қосып аламыз 40, 27-ге 33 қосып аламыз 60, 100-ге тең. Әсі, қосудың терімдік қасиетін пайдаланып есепте дейді. Яғни бізде бірінші мына өрнекті 27 қосылған 13 қосылған 58 деп алып аламыз. Сонда 40 қосылған 28 болады, 98. Екінші өрнекті біз 36 қосылған 14 деп жақша жинап аламыз, 48 қосамыз. Сонда 50 қосылған 98. Төртінші тапсырма өрнектердің мәнін тап. 21 бөлінген жақша жинап 11 азайту 8 көбейту 4. Яғни бірінші біз 11-ден 4 азайтамыз 7, 21-де 7-ге бөлеміз 3, 3-те 4-ке бөлеміз 12. Яғни жауап 12. Келесі 65 азайтылған 37 азайтылған 10 бөлеміз 3 дегенде бірінші 37-тен 10 азайтамыз 27, 27-ні 3-ке бөлеміз 9, 65-тен 9 азайтамыз 56 тең. Әсі, енді осы қосындыны көбейтіндімен алмастыр дейді, яғни с қосылған дегенде с көбейту 5 деп алмастырамыз. А қосылған б жақша ішінде, а қосылған б жақша ішінде, а қосылған б жақша ішінде деген қосындыларды біз 3 көбейтілген а қосылған б деп көбейтіп жасамамыз. Бесінші есептемей-ақ салыстырып, 26 көбейтілген 4, 4 көбейтілген 26 өзара тең. 36 қосылған 5 кем 36 көбейтілген 7 көбейтілген 4 кем болады, 7 көбейтілген 25 қосылған 25, 25 көбейтілген 2, екеуінің 50 өзара тең. Келесі 6-шы тапсырма кесте бойынша теңдеулер құрайды. Бірінші теңдеу бізде 800 3 азайту x тең 200 болады. 800-ден 300 азайтамыз 500, 500 азайтылған x тең 200 деген жайдың шығады. X тең 500-ден 200 азайтамыз, x тең 300-ге 300, x-ні орнына қоямыз. 800 азайтылған 300 азайту 300 тең 200. 200 тең 200 деп жазамыз. Келесі теңдеуді құрастырайық. 40 бөлінген 5, 40 бөлінген x тең 5. X тең 45-ке бөлеміз, x тең 8, 40 бөліп 8 тең 5, 5 тең 5 болып жазылады. Жетінші кел ойнайық. Сандарды қосу нәтижесінде 25 ұпай жинайтынды етіп, тор көздерімен жүріп. Ескерту есептеуді нөлден бастап, берілген сандардың біреуі артық. Яғни біз нөлден бастаймыз. Сол кезде 0, 1, 7, 7, 1, 1, 3, 5 және 0-мен аяқталады. Оның жауабы қосындысы, яғни 29-ға тең, 29-дан 25-ті айтамыз 4 болады. Жауабы 4 саны артық деп жазамыз. 8-ші тапсырма тиімді тәсілмен есептеп шығар. 17 қосылған 23 қосылған 35, 17-ге 23 қосып аламыз 40, 40-қа 35 қосамыз 75. 56 қосылған 14 қосылған 28 деген өрнекті біз ең алдымен 56-ға 14 қосып аламыз 70, 70-ге 28 қосамыз 98. Әсі, 7 қосылған 7 қосылған 6 қосылған 6 дегенде 7 көбейту 2, 6 көбейту 2, екеуінің қосындысы деп жазамыз. Сонда жауабы 26. Келесі 9 қосылған 9 қосылған 9, 8, 9 көбейту 3, азайту 8, жауабы 14. Ойландықты шығарайық, медет қанат қайтады. Егер менде қазіргі бар алмаға қарағанда 2 алма артық болса, онда менің алмам сендеген 2 есе артық болар еді. Егер балалардың екеуінде бары 10 алма болса, олардың қайсысында неше алмадан болған? Яғни медетте 6 алма, досында 4 алма болған деп жауап жазамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау.